холециститке алып келетін 5 фактор. Ең маңызды. Біріншісі, дұрыс тамақтанбау. Әсіресе майлы, шамадан тыс қуырылған тағамдарды көптеп қабылдау, көптеп жеу осы холециститке, жалпы өт қапшығының қабынуына, осы бауыр өт ауруларына алып келетін бірден бір маңызды фактор. Және сонымен қатар тамақтану режимінің дұрыс болмауы. Әсіресе таңертең тұрып ештеңе ішпей тамақтанбайтын адамдарда көптеп кездеседі. Не себепті, достар? Жалпы тыныш жағдайда бауыр, жалпы өт сұйықтығын бөледі, жалпы. Ол өт қапшығында болады, өт қапшығында. Және адам тамақ ішкен кезде ол 12 елшекке бөлінеді. Және осы адам тамақ ішпеген жағдайда ол өт қапшығында өт тұра береді, нәтижесінде қойылып тұрады, қойыла береді. Бұның ақыр соңы осы холециститке бірден бір алып келеді, өттің қойылғаннан кейін. Келесі үшіншісі түрлі инфекциялар. Әсіресе стафилококк, стрептококк, адамның басқа да организмдегі инфекциялар тоже әсер етеді. Ол бірте-бірте организмде осы өт жолдарында пайда болып, соның қабынуына алып келіп отыратын бір фактор. Келесі, ол организмде жалпы клетчаткалардың тапшылығы. Достар, клетчатка дегеніміз жалпы ас қорыту жүйесі үшін маңызы өте зор. Әсіресе мынау жалпы өт қапшығының жиырылып босаңсуында үлкен рөл атқарады, соған әсер етеді. Және бұл келесі себебіне келетін болсақ, осылардың барлығы жиналып нәтижесінде стресс одан кейін бірте-бір. Стресс те тоже адамның күйзелісте, постоянно күйзелісте жүруі де осы ауруды ары қарай өршітіп қоздырады. Ал келесісі, адамның қимыл қозғалыстың аз болуы. Әсіресе офиста жұмыс істейтін адамдарда, жалпы бір жерде отырып жұмыс істейтін адамдарда осы холецистит көптеп кездеседі. Не себепті? Өйткені ол күнделікті майлы тағамдарды, холестерин көп тағамдарды қабылдайды организмге. Сәйкесінше қимыл қозғалыс аз, дәрігерге қаралмайды, потом жалпы өтті тексерген кезінде жалпы өтте тастың пайда болғанын көріп отырады.